Қазақ тілі пәні тақырыбы лепті сөйлем 52-ші сабақ. Дана, өткен сабақты қайталайық. Жарайды. Алина, тыныс белгілері дегеніміз не? Тыныс белгілері дегеніміз жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Мынау тыныс белгілері. Тыныс белгілеріне нүкте, көп нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, үтір, сызықша, қос нүкте, нүктелі үтір, тырнақша, жақша жатады. Алина, лепті сөйлем дегеніміз не? Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейді. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Мысалы, сәлем, Зият. Бұл лепті сөйлем. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Жарайсың, Алина. 6-шы жаттығу 102-ші бет. Өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Оқыған сәтіңді аудио жазбаға жазып ал. Желтоқсанның 10-ы үй жұмысы. 7-ші жаттығу 102-ші бет. Сөйлемдерді көркемдеп, көшіріп жаз. 9-шы жаттығу 103-ші бет. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді өзің қайта құрастырып жаз.